Балалар естуі тиіс 10 фраза. Мен сенің анаңмын, сен менің ұлымсың немесе қызымсың. Бұл фраза арқылы бала өзінің отбасыдағы рөлін сезінеді. Мен үлкенмін балам, сен кішкентайсың. Мен секілді болғанда түсіндіремін. Бала жанұядағы иерархияны ұғатын болады. Мен үшін ештеңе жасама балам, сені шексіз, шартсыз жақсы көремін. Бала біреу үшін емес, өзі үшін әрекетке ұмтылатын болады. Сенің барың қандай жақсы балам, бақыттымын. Суицидтің керексіз сезінудің алдын алады. Қатты өкініп тұрмын, кешірші. Ұрысқаннан кейін немесе жазалағаннан соң міндетті түрде айтылуы керек. Бала кінәсін мойындауға үйренеді. Біз сені жақсы көреміз, қолдаймыз. Қандай жағдайда да сенімен біргеміз. Бала өтірік айтпауға, эмоциясын білдіруге бейімделеді. Біз сені Құдайдан сұрап алғанбыз. Қандай бала қаладық, дәл сондай етіп сені берді. Баланың өзі жайлы сезінуіне мүмкіндік береді. Біз сенімен мақтанамыз. Сәтсіз қадамдардың бәрінде айтылуы тиіс фраза. Есесіне сенің қолыңнан мына дүние келеді, немесе сендегі мына қасиет өзгелерде жоқ. Бала өзін төмен санамау үшін, самооценкасы қалыпты болу үшін айтылады. Кім не десе де, сен біз үшін ең үздік, ең ақылды және ең сапалы перзентсің. Бала өзін бақытты сезінетін болады.